Қазір мен сіздерге біз тоқтаған номерді көрсетем. Және қандай екен барлығын көрсетем. Осындай кілтпен кіреміз. Сіздерге екі кілт береді. Біреуді всегда мына ыстырып қоясыздар. Сонда токтың барлығы істеп тұрады. Кондер барлығы жұмыс жасап тұрады. Бірінші туалет ванна. Осындай шағындау кіріп келгенде. Нормально негізі. Просто бізде екіншісі үлкендеу, сосын мынау шағындау болып тұрған. Бірінші спальня. Зарядкасымен барлығымен полкілер, киімдердің барлығын тымда салдық. Мына ішінде, айтпақшы мына ішінде сейф бар. Сейфті өздеріңіз қандай цифр жазасыз, сол бойынша істеп қоюға болады. Сейф бар, ақша, документ дегендердің бәрін салып қойған. Кондер осы жерде айырасыз, қосасыз, өзіңіз білесіз. Мына жерде осылай салқындап тұрады. Ыстықтан ішке кіргенде салқын болып тұрады, керемет. Телевизор, футбол, бәрін қарауға, су всегда осылай толып тұрады. Диван бар, отырсаңыздар. Мына жерде терезе және мынау екінші комната. Екінші комната тоже осындай үлкен. Бұнда екі кісілік бір тақты, ана жақта 3 кісі жатуға болады. Біздер мұнда 5 адам жатырмыз. Бұл жерде балкон. Балконды көрсетіп көрейін. Осындай вид. Сыртқа сушилка. Жерде отырып шай ішуге болады деген сияқты. Және мына жақта кондер, розетка, шнур барлығы бар. Кондерді осы жерден айырып қосып ішуге болады. Телевизор, көптеген каналдар бар. Және мына жерде су салқындататын және дәрі бірдеңелеріңізді салып қоятын құттай мини бар. Розетканың барлығы жұмыс жасайды. Мына жерде тағы да шкаф бар. Екінші шкаф. Бұл жерде тоже киімдер салуға. Мына жақ үлкен туалет, ванна. Бұл енді айдапат, үлкен, керемет. Міне осындай рум тур сіздерге.